Сәлеметсіздер ме, таразы белгісінде туылған жандар? Бұл сіздердің қыркүйек айына арналған астрологиялық жұлдызнамаларыңыз. Осы айда бір емес, екі бірдей планета алдыға жүре бастайтын болады. Оның бірі Венера, сіздердің планетасы. Жалпы Венера дегеніміз адамның жер бетіндегі барлық рахатқа, адамның жер бетіндегі жаңағы комфортына жауап беретін планеталардың бірі. Және де ол сіздердің белгілеріңіздің басшысы. Соңғы 2 айда ол ретро қозғалыста болды. 7-8 айда көптеген сіздерде жаңағы расходтар, шығындар болуы мүмкін, ақшаңыз біраз шығындалып жіберген болуыңыз әбден мүмкін осы 2 айда. Енді Венера планетасы сіздердің 11-ші домдарыңызда жаңағы қайта алдыға жүре бастайды. 11-ші дом жалпы табысқа жауап береді. Адамның армандары, мақсаттарына жауап береді. Енді 11-ші дом деген бұл достарыңыз сіздің. Сондықтан осы жерде көптен бері сізден қарыз алып, қарызын қайтармай жүрген достарыңыз болса, сізге қарызын қайтаруы мүмкін. Және де сіздер осы Венераның 11-ші домда болғанда тек қана ақша мәселесінде табысқа кенелмейсіздер. Ол деген жаңағы басқа ақшалай емес, басқа тұрғыда болуы да әбден мүмкін. Сізге яғни пайдасын әкелетін бір жұмыс болуы мүмкін. Сондай жұмыстарда прибыль болуы мүмкін сізде. Енді прибыль деген тек қана ақша мәселесінде емес қой. Одан кейін сіздер осы кездері социальный сеть арқылы, интернет желісі арқылы ақша таба бастауыңыз мүмкін. Сонымен қатар 4-ші қыркүйек күні бізде Юпитер планетасы ретроға кіретін болады. Керісінше Юпитер бұл өте ақырын жүретін планеталардың бірі болғандықтан, ол осы жылдың соңына дейін жаңағы ретро қозғалыста болады. Және бұл сіздердің 8-ші домдарыңызда болады. 8-ші дом деген бұл басқалардың ақшасы, сіздің ақшаңыз емес, сіздің партнеріңіздің ақшасы, күйеуіңіздің ақшасы, жігітіңіздің ақшасы, немесе басқалардың ақшасы. 8-ші домда Юпитер болған кезде бұл жерде қандай да бір жылдың соңына дейін сіздер бір наследство алуыңыз мүмкін. Наследство жұмыстары болуы мүмкін. Мысалы, сіздің күйеуіңіз бір жерден ақша күтуі мүмкін. Жалпы ретро кезінде адам қайта жасайды, бір нәрсені күтеді, немесе бұрынғы жұмысына қайта оралады. Осы кезде адам жаңағыдай қайта өзінің қаржылық мәселесін қарастырады. Мүмкін сіз жаңағы налогтарыңызды төлеуіңіз мүмкін, страховка деген сияқты. Жалпы Юпитердің ретро кезінде адам бұрын істемеген нәрсесіне қайтадан шанс беріледі Вселенныйдан адамға. Яғни сізде екінші шанс болады. Сіздің алдыңызда жабылып қалған есіктер қайтадан ашылуы мүмкін осы кезде. Және де 8-ші дом бізде зависимостьқа жауап береді. Қандай да бір зависимостьіңіз болса, сол нәрселерді қайта қарастырып, дәрігерге барып, психологқа барып, психологияның домы еще 8-ші дом. Осындай бір зависимостьтарыңызды қайтадан қолға алып, емделу деген сияқты мәселелерде кішкене ойлануыңыз мүмкін. Ол мүмкін сіздің күйеуіңіз болуы мүмкін, әйеліңіз де болуы мүмкін. Сіздің жалпы өз басыңызда емес, зависимость сіздің жаныңыздағы партнеріңізде, серіктесіңізде болуы мүмкін. Және 15-і күні бізде жаңадан ай туады. Жаңа ай туған кезде жаңа энергия болады. Жаңағыдай бір адамға прилив энергия келеді. Ай сіздердің 12-ші домдарыңызда туады. Жалпы сіздер үшін осы айда 12-ші дом өте маңызды. Енді 12-ші дом бұл бір кульминация, итог жасайтын домдардың бірі. Жалпы астрологияда 12 дом бар дейміз. Соның ең соңғысы бізде 12-ші дом. Ал келесі айдан бастап сіздерде уже жаңа энергетика, жаңа пландар қоя бастайсыздар. Уже келесі айда бізде еще жаңағы затмениялар болады. Яғни сіздерде келесі айда басқа пландар болуы мүмкін. Осы айда итог, қорытынды жасайтын кезең. Бір нәрседен бір босап шыққандай боласыздар. Негізі 12-ші дом бұл жаңағы дом изоляции деп айтамыз, басқа адамдардан изолироваться ету. Мүмкін сіз алыс жақтардан бір хабар күтіп отырсаңыз, алыс жақтан хабар келеді. Сіздің туысыңыз, балаларыңыз мүмкін алыс жақта,
болған болса солар келуі мүмкін. Немесе керісінше осы уақытқа дейін бір ойыңызда басқа жаққа көшу деген сияқты ой болып жүрсе, эмигрировать ету, басқа мемлекетке, ол жаңағы бір Қазақстан ішіндегі немесе өзіңіздің еліңіздің ішіндегі көшу емес, жалпы басқа елге, басқа менталитетке үйрену, басқа жаққа көшу. Мүмкін сондай бір қағаздар жасап жатқан болсаңыз, осы кезде сол қағаздарыңызды аласыз, немесе қайтадан жаңадан қағаздар өткізесіз деген сияқты сондай мәселе болуы мүмкін. Өйткені бұл жерде Меркурий планетасы бар. Меркурий планетасы 15 күні ретро қозғалыстан алдыға қарай жүре бастайды. Яғни Меркурий бұл бізде құжаттар, жаңағы әрекеттер жауап береді да. Жалпы егер осы уақытқа дейін қандай да бір құжаттарыңыз тоқтап тұрған болса, немесе сізге бір одобрение бермей жатқан болса, сондай жұмыстарыңыз осы кезде алдыға басатын болады. Және де осы кезде өзіңіздің жұмыстарыңызды желательно бір секретте ұстауыңыз керек. Қандай да бір осы кезде сіз білмейтін бір информация келуі мүмкін сізге. Немесе бұл жаңағы алыс жақтағы сіздің қарым-қатынасыңыз болуы мүмкін. Яғни сіз өзіңіздің жаңағы сүйіктіңізбен алыс жақта егер қарым-қатынаста болсаңыз, сондай мәселедегі қарым-қатынастарыңыз сөйлесу арқасында шешілетін болады. Яғни серьезно сөйлесудің арқасында шешілетін болады. Немесе сіз уақытша жаңағыдай бір санаторийға барып келуіңіз мүмкін, сондай бір демалыс орындарына баруыңыз әбден мүмкін. Одан кейін 16-сы күні бізде күн планетасы Уран планетасына тригон аспектін жасайды. Бұл жаңағы удачаның энергиясы деп айтсақ болады, бір неожиданность деп айтсақ болады. Бір қиын шатасқан бір ситуациялардан сізге бір жол шығады деп айтуға болады. Бұл аспект туралы өте гармоничный аспект. Одан кейін 19 күні бізде күн планетасы Нептунға оппозиция аспектін жасайды. Енді бұл кішкене напряженный аспект. Бұл жерде жаңағы бір жұмыс процестері болуы мүмкін. Жұмыс процестерінде шешілмей тұрған мәселелер болса, немесе сізге түсініксіз мәселелер болса, сондай мәселелерде айқындық пайда болады. Түсінесіздер, немесе коллегаларыңызбен қарым-қатынасыңыз дұрысталатын болады. Егер қандай да бір конфликтта болсаңыз, бір-біріңізді түсінбей жүрген болсаңыз, немесе сіз туралы ойын білетін боласыз өзіңіздің коллегаларыңыздың. Бұл кезде егер қандай да бір жұмысқа байланысты жалпы осы 19-нан плюс-минус 2 күн аралығында қандай да бір жұмыстарыңызға байланысты шешім қабылдау керек болса, асықпаңыздар. Бұл кезде кішкене Нептун планетасы сіздерге иллюзия беруі мүмкін. Өзіңіздің айтқаныңызды дұрыс деп, жаңағы бой бермей, ешкімді тыңдамай кетуіңіз мүмкін. Сондықтан осы 19 күні кішкене объективный болу керек сіздерге. Желательно бір важный шешімдер қабылдамаңыздар. Одан кейін 21 күні күн планетасы Плутон, мощный планета, оған тригон аспектін жасайды. Бұл өте гармоничный аспект. Жалпы бұл да удачаның энергиясы. Жалпы Плутон деген бұл өте жаңағы глубокий, өте мощный планеталардың бірі. Сондықтан бұл сіздің 12-4 домыңыз болғандықтан, егер тұратын жеріңізге байланысты мәселеңіз шешілуі мүмкін. Осы кезде жаңағыдай гражданство, азаматтық алу, немесе жаңағыдай бір пропискаға отыру, жалпы сіздің тұратын жеріңіз, недвижимостіңіз туралы жақсы жаңалықтар болуы мүмкін, немесе сондай жаңалықтар шешілуі мүмкін. Одан кейінгі келесі аспект 23 күні болады. 23 күні күн планетасы сіздердің белгілеріңізге көшеді, яғни таразы белгісіне көшетін болады. Осы кезде күн мен түннің күзгі теңелуі болады. Яғни осеннее равноденствие деп айтамыз. Жалпы астрономия тұрғысынан жердің солтүстік жарты шарында күз басталатын болады. Күн планетасының сіздердің белгіге көшуі сіздерді энергетикалық тұрғыдан жаңағыдай напитывать ететін болады. Яғни сіздің энергияларыңыз көбейеді осы кезде. Өйткені
күн планетасы бұл адамның өзі, адамның ішкі ядросы. Сондықтан бұл сіздерге өте жақсы положение. Одан кейін 29 күні бізде ай толатын болады. Ай сіздердің 7-ші домдарыңызда толады. Жалпы ай толған кезде адам бір кульминация жасайды, адам бір итог жасайды, қорытынды жасайды, шешімдер қабылдайды. Жалпы ай толған кезде шешім қабылдауға өте қолайлы кезең деп айтамын. Енді бұл 7-ші дом болғандықтан сіздің қарым-қатынасыңызға байланысты мәселелер болуы мүмкін. Ай толған кезде сіздер өзіңіздің қарым-қатынасыңызға, мейлі ол сіздің жеке басыңыздың қарым-қатынасы болсын, мейлі ол сіздің басқа да қарым-қатынастарыңыз болсын, толық анализ жасайтын боласыздар. Жалпы ай планетасы 7-ші домда тұрады да, бұл ай толған кезде, ал күн планетасы 1-ші домда тұрады. Сондықтан сіздің көптеген бір кішкене мінез құлықтарыңыз, сіздің ойыңыз, жаңағы сіздің поведенияңыз, сіздің мінезіңіз, көңіл күйіңіз жалпы сіздің жаныңыздағы партнеріңізға байланысты болуы мүмкін. Өйткені жаңағы ай планетасы адамның эмоциясына, ішкі сыртқы состояниясына жауап береді да. Сондықтан осы кезде өзіңіздің партнеріңізда болуы мүмкін. Яғни сол туралы көп ойлауыңыз мүмкін, соның жұмыстарын шешуіңіз мүмкін, немесе сіздің қандай да бір жасайтын жұмыстарыңыз сол адамның әрекетіне байланысты болуы мүмкін. Жалпы осы айда күн планетасы барлық планеталарға аспект жасайтын болады. Ал күн дегеніміз бұл сізге, сіздің өзіңіз, сіздің ядроңыз, сондықтан сіздің өзіңізге жауап бергендіктен бұл жерде көп мәселелер именно сізге байланысты болады. Сондықтан көп жұмыстарда өзіңіз күш-жігеріңізді жұмсауыңыз керек болады. Міне достар, жалпы осы айдағы планеталардың жүрісі, қозғалысы осындай. Оны тек өзіңізге жақсы жағынан пайдалануды ұмытпаңыздар, және де каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді де ұмытпаңыздар. Бақытты болыңыздар, бай болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.